Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін 3-ші сыныптың қазақ тілі сабағынан 103-ші сабақты өтетін боламыз. Тақырыбымыз негізгі және туынды сын есім. Бірінші жаттығу: мәтінді тыңда. Мұраттың бастауы. Ойын алаңының арғы жағындағы кішкене жартастың түбінде бір топ құрақ өсіп тұрған. Бірде соның жанына барып демалып отырдық. Бұрын осы жерде бастау болған дейді атам. Әне жер дымданып жатыр. Қазып көрсек қайтеді? Мүмкін су шығар, деді Мұрат. Оның сөзін әркім өзінше күлкіге айналдырып жіберді. Мейлі, күле беріңдер, деп Мұрат өкпелеп кетіп қалды. Біз қайтадан ойынға кіріскенбіз. Мұрат келе жатыр, деп бір бала дауыстап жіберді. Жалт қарасақ, Мұрат келе жатыр екен. Қолында күрегі бар. Ол әлгі ойпаң жерді қазуға кірісті. 2-3 күрек бойы қазғанда су шығып бүлкілдеп аға бастады. Бізде үн жоқ. Мұрат бізге күле қарап, бастаудың мөлдір суынан ішіңдер деді. Біз бастау суын қос уыстай іліп алып, ішіп жатырмыз. Салқын су қандай тамаша десеңші. Нағашыбек Қапалбековтен. Сұрақтарға жауап бер. Балалар, енді мына астында сұрақтар берілген екен, бізге сол сұрақтарға жауап бер дейді. Балалар қай жерде ойнады? Балалар ойнаған алаңда бұрын не болған? Мұрат бастауды қандай белгілеріне қарап тапты? дейді. Балалар қай жерде ойнады? Балалар ойын алаңында ойнады. Екінші сұрақ: балалар ойнаған алаңда бұрын не болған? Бұрын бастау болған екен, балалар? Мұрат бастауды қандай белгілеріне қарап тапты? Яғни Мұрат бастаудың дымданып жатқанынан және ойпаң болғандығынан тапты. Төртінші сұрақ бізде: Мұраттың бастауды табуына оның қандай қасиеттері көмектесті дейді. Мұраттың ақылдылығы, зеректілігі, байқампаздығы көмектесті. Бұлақ суының адамға қандай пайдасы бар? Бұлақ суы жалпы адамға емдік қасиеті өте мол, қанды толықтырады, қан айналымын жақсартады. Пайдасы өте мол. Мәтіндегі сын есімдерді тап дейді. Бұл жерде сын есімдер, балалар, кішкене, ойпаң, салқын, мөлдір деген сөздер екен. Олай болса, әрі қарай бүгінгі тақырыбымыз туралы біле кетейік. Сын есім негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Түбір сөзден болған сын есімді негізгі сын есім дейміз. Қалың, әдемі. Қандай қалың, қандай әдемі. Яғни екеуі де қандай деген сұраққа жауап беріп тұр, және бұл бөлшектеуге келмейді. Ендеше түбір сөзден ғана құралған екен. Сондықтан түбір сөзден ғана болса, бұл негізгі сын есімге жатады. Ал түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалса, балалар, бұл туынды сын есімге жатады екен. Мысалға, өнерлі, саналы. Өнерлі дегенде өнер түбірі, лі жұрнағы. Саналы дегенде сана түбірі, лы жұрнағы. Өнер, не өнер, сонда бастапқы түбірі зат есімнен болып тұр. Сана, не сана. Бұл да зат есімнен болып тұр екен. Ал лі деген жұрнақтар жалғанған кезде бұл сөздер қандай деген сұраққа жауап беріп кетті. Ендеше бұл туынды сын есімге жатады екен. Өйткені түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалып тұр екен. Қандай өнерлі, қандай саналы. Ендеше балалар, екінші жаттығуды орындайық. Мәтінді көркем жаз дейді. Әуелі балалар, біз дәптерімізге мәтінді көркем етіп жазып алуымыз керек. Көркем етіп жазу деген сөз әдемі, бір қалыпты етіп жазуымыз керек. Ары қарай бізге тапсырмалар берілген екен. Қарамен жазылған сөздерді сөз құрамына талда дейді.
олар қай сөз тобына жататынын анықта дейді. Қарамен жазылған бұл жерде балалар бізде сулы, нулы және көңілді деген сөздер екен. Сулы деген сөздің түбірі су, лы деген жұрнағы, нулы деген сөзде түбірі ну, лы жұрнағы, көңілді деген сөзде түбірі көңіл, ді жұрнағы екен. Сулы, нулы, көңілді сын есімдерінің түбірі зат есімнен болып тұр. Не деген сұраққа жауап беріп тұр, ендеше зат есімнен болып тұр екен. Ал лы, д деген жұрнақтар жалғанған кезде бұл сөздер туынды сын есімге айналып кетіп тұр екен. Әрі қарай келесі тапсырма бізге береді. Бұл сын есімдердің құрғақ, қалың деген сын есімдерден өзгешелігі неде дейді. Яғни құрғақ, қалың деген сөздер негізгі сын есімге жатады. Өйткені бұл сөздерді біз бөлшектеп түбірін ажырата алмаймыз. Өйткені өздері түбір сөздер болып тұр. Құрғақ, қандай құрғақ, қалың, қандай қалың. Ендеше бұл сөздер тек қана түбір сөзден құралып тұр, сондықтан негізгі сын есімге жатады екен. Ары қарай үшінші жаттығу. Берілген негізгі және туынды сын есімдерді салыстырып, олардың ұқсастығы мен айырмашылығын тап дейді. Бұл жерде бізге жаңа, көк, әдепті, сүтті, атақты, жүйрік, көктемгі деген сөздер берілген. Біз негізгі және туынды сын есімдерді ажыратуымыз керек. Негізгі сын есімге жаңа, көк, жүйрік деген сөздер жатады. Ал туынды сын есімге әдепті, сүтті, атақты, көктемгі сөздері жатады. Ұқсастығы. Бұл жерде ұқсастығы екеуі де сын есімге жатады және сын есімнің қандай деген сұрағына жауап береді. Айырмашылығы. Туынды сын есімдердің түбірі зат есімнен жасалады. Ал негізгі сын есімдер түбір сөзден тұрады. Олай болса, келесі төртінші жаттығу. Оқы және не туралы айтылғанын анықта дейді. Оның құлағы, құйрығы және жүні бар. Келесі мәтін. Оның ұзын құлағы, қысқа құйрығы және жылы жүні бар. Жазда жүні сұр, ал қыста ақ болады дейді. Мәтінде не туралы айтылғанын білуге қай сөз табы көмектесті дейді. Мәтін балалар не туралы? Дұрыс айтасыңдар, мәтін қоян туралы екен. Біз оны қайдан білдік? Дұрыс айтасыңдар. Бұл жерде сын есімдер бар, сол сын есімдер арқылы біз мәтін не туралы екенін біле алдық. Яғни сын есімдер бұл жерде қандай қысқа, қандай жылы, қандай ұзын, қандай сұр, қандай ақ деген сөздер екен. Бұлардың барлығы қандай деген сұраққа жауап беріп тұр. Берілген етістіктерге ғыш, кіш, қыш, кіш деген жұрнақтарды жалғап, туынды сын есім жаса дейді. Бұл жерде біз біл, жүз, тап, сез, байқа, сөйле, айт деген етістіктерді көріп тұрмыз. Бұл етістіктерге бізге ғыш, кіш, қыш, кіш жұрнақтарын жалға дейді. Білгіш, жүзгіш, тапқыш, сезгіш, байқағыш, сөйлегіш, айтқыш. Мінекей балалар, біз ғыш-кіш, қыш-кіш жұрнақтарын жалғап шықтық. Жасаған туынды сын есімдеріңнің қайсысын қоян сипаттауда қолданасың дейді. Қоянды сипаттауда біз жүзгіш, сезгіш, байқағыш сөздерін қолдана аламыз. Міне балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Егер сіздерге сабақ ұнаса, арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өзіңіздің пікіріңізді жаза кетіңіз. Келесі кездескенше сау болыңыз.